Ассалаумағалейкум, құрметті отандастар. Корея көмек арнасы шұғыл түрде сіздерге қазір видео жолдап жатыр. Оңтүстік Корея елінде тағы бір отандасымыздан айырылып қалдық. Қазақстан Республикасы Арыс қаласының азаматы 1998 жылы дүниеге келген Арын Бейбарыс 22 жасында Оңтүстік Кореяның Кёнсондо қаласында 2 қараша күні жол көлік апаты салдарынан оқиға орнында қайтыс болды. Ешқандай көлікке соқтығысқан емес, спирттік ішімдік қабылдаған емес. Алланың қалауымен келе жатқан көлік бірден аударылып кеткен. Өкінішке орай, бұл отандасымыздың суреттерін біз әлеуметтік желіге бере алмаймыз. Марқұмның жақындарына Кореядағы қазақстандықтардың атынан қайғыра көңіл айтамыз. Иманды болсын. Мені тыңдап отырған мұсылман бауырым, мәйітті Қазақстанға жіберу үшін жалпы 7 миллион кәріс ақшасы керек. Осы ақпараттарды жан-жаққа таратып, қолдан келгенше қолдауларыңызды көрсетіңіздер. Бүгін марқұмның достарымен тиісті құжаттар дайындалды. Алла қаласа, бір аптаның ішінде Арыс қаласына мәйітін жеткізетін боламыз. Корея көмек арнасының сенім банк нөмірлері осы посттың астында қалдырылады. Әрбір жасап жатқан садақаларыңыз, әрбір жасап жатқан қайырымдылықтарыңыз ақыретіңіз үшін еккен егістігіңіз болсын.